Графикалық диктант жазуымыз қане. 2-10-ға бәрінде ненің сурет шықты? Иттің суреті шықты бәрімізде, е? Жібереміз. Естай, дұрыстап аузыңды. Ерінді ауызға жинаймыз. Жібереміз. Одан кейін шарбақ жаттығуы тісімізді көрсетіп, міне, ашамыз. Мартаға балалар барар, балаларда аралар талар. Қыста құлағым үсіп кетті. Мартаға балалар барды, балаларды аралар талады. Қыста құлағым үсіп кетті. Үсіп кетті. Баста. Мартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Суретін көрсетіп айтасың, ма? Қыста құлағым үсіп кетті. Үсіп кетті. Айдал. Мартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қыста құлағым үсіп кетті. Бар, мол сурет аламыз, Бізде әртүрлі пішіндер тұр, Осы пішіндерден біз сурет өзіміз ойдан салып шығамыз. 3-1-3-тен бірдеңе, басқа бірдеңе салуға болады, басқа қандай сімдер салуға, соның бәрін салып шығамыз. Мынаған ғимарат үй салдым, мынаған есік салдым, мынаған парашют сияқты салдым, мынаған қанат сияқты салдым, мынаған аққала салдым, мынаған үй салдым. Жақсы. Мен мұнда әуелі ғимарат үй салдым, мұнда батпырауық салдым, мұнда қарбыздан жасалған мороженое, мұнда да мороженое, ол шоколадный мороженое, мынау аққала, ал мынау үй. Жақсы. Аяқ киім, есік, үй, жүрек, шар, ғимарат. Аяқ киім, есік, үй, жүрек, шар. Ғимарат, Жақсы. Топ бала жазғы демалыста туған серуенге шықты. Олар тау өлкесіндегі шоқ ағашқа келіп демалды. Осы кезде Мұқан мен Кәкімжан ағаш үшін аралап кетті. Екеуі мөлдір бұлақтың үстінен шықты. Екі бала бұл жақтың бойын күлалай жоғары көреді. Көп ұзамай ақ бұлақтың кезін тапты. Олар суын дәмін қайна татып көріп тамсана түсіп біраз отырып бұлақтың басына серуендеп жүрген балалар да келді. Суын дәмін бәрі де татып көріп түрлі пікірлер айтты. Бұл су асқазан ауырын ба? Ауруын емдейтін шипалы су болып шықты. Осы суы ішіп талай адам жазылған. Топ бала жазғы демалыста тауға серуендеуге шықты. Олар тау етегіндегі шоқ ағашқа келіп демалды. Осы кезде Мұқан мен Кәкімжан ағаш үшін аралап кетті. Екеуі мөлдір бұлақтың үстінен шықты. Екі бала бұлақтың бойын қуалап жоғары өрледі. Көп ұзамай ақ бұлақтың көзін тапты. Олар судың демін қайта татып көріп тамсана түсіп
отырды. Бұлақтың басына сорып ішіп жүрген балалар да көлді судың дәмін бәрі де татып көріп тұрды. Дікірлер айтты, бұл су асқазан ауруын емдейтін шипалы су болып шықты. Осы суды ішіп талай адам жазылған. Бір топ бала жазғы демалыста тауға серуендеуге шықты. Олар тау етегіндегі шоқ ағашқа келіп демалды. Осы кезде Мұқан мен Кәкімжан ағаш ішін аралап кетті. Екеуі мөлдір бұлақтың үстінен шықты. Екі бала бұлақтың бойын қуалай жоғары өрледі. Көп ұзамай-ақ бұлақтың көзін тапты. Олар судың дәмін қайта татып көріп, тамсана түсіп, біраз отырды. Бұлақтың басына серуендеп жүрген балалар да келді. Судың дәмін бәрі де татып көріп тұрды. Дікірлер айтты, бұл су асқазан ауруын емдейтін шипалы су болып шықты. Осы суды ішіп талай адам жазылған. Бір топ бала жазғы демалысқа тауға серуендеуге шықты. Олар тау етегіндегі шоқ ағашқа келіп демалды. Осы кезде Мұқан мен Кәкімжан ағаш ішін аралап кетті. Екеуі мөлдір бұлақтың үстінен шықты. Екі бала бұлақтың бойын қуалай жоғары өрледі. Көп ұзамай ақ бұлақтың көзін тапты. Олар судың дәмін қайта татып көріп тамсана түсіп, біраз отырды. Бұлақтың басына серуендеп жүрген балалар да келді. Суын дәмін бәрі де татып көріп тұрды. Пікірлер айтса, бұл су асқазан ауруын емдейтін шипалы су болып шықты. Осы суды ішіп талай адам жазылды. Балалар қайда барды? Тауға. Қайда келді? Тауға келді. Мұқан мен Кәкімжан нені тапты? Мөлдір бұлақ тауып алды. Бұлақтың суы қандай екен? Шипалы адам. Қай жағын емдейді екен адам? Қай жағын емдейді екен? Қандай ауру емдейді? Асқазан ауруын емдейді екен. Мәтінді біз не істедік? Жартылай ғана жауып оқыдық та, одан не айтылғанын біз боймен түсініп алдық. Бізде ортақ атауын жазамыз. Біз әжетеміз не деген? Оқимыз қай? Көйлек жейде белдемше шалбар. Ол не? Көйлек жейде белдемше шалбар. Мектеп формасы. Жоқ. Ол не? Көйлек жейде белдемше шалбар. Ол не? Киім дұрыс айтасың. Жазамыз киім деп қане. Біз оқимыз қане? Қалам, сызу, шөмке, бояу. Олар нелер? Олар мектеп құралдары. Оқу құралдары. Келесі. Қане? Келесі су, ауа, топырақ, от. Ол не? Табиғат дұрыс. Ал, бол келесің қане енді? Тақта, пәтер, үстел, орындық. Ағаш. Біреу ағаш дегенде біреулер Орындық. мектеп құралдары болады.